Және де сен ешқашанда мені жеңе алмайтыныңды білуің керек. Енді сен артқа қарай шегіне алмайсың. Мен Какаши жеңем деп ойлама. Енді не істейін, Мадара? Анау басты кейіпкер сияқты. Мүмкін біз оны тыңдауымыз керек шығар. Егер де ол бізге кедергі жасаса, мен оған қарсы тұра аладым екенмін. Аузыңды жап. Бұл бөлімде әр жауыздың өз қарсыласы болады. Сен егер солардан қорықпай қайтадан тоқ жинағың келсе, маскаңды тақ. Сол кезде сен тоқыңды 10 000 есе көтере аласың. Мен түсіндім. Ал маған масканың қажеті жоқ. Өйткені менің шашым мен үстімдегі сауытым маған 100 000-нан астам күш қуат береді. Мана 9 000 адам оның жанында түк емес. Шынымен бе? Иә. Сендер менің жағыма өтулерің үшін мен сияқты мейірімді, өзіне сенімді әрі жанып тұруларың қажет. Олар сені тыңдап тұрған жоқ, Наруто. Олар сенің даусыңды естіп тұр деп ойламаймын. Сенің даусың бар жоғы 10 000 метрге жетеді. Жетеді! Иә. Қазір бізде 9 000 ғана шиноби бар. Немене? Олар тағы қайдан шыға келді? Негізінде сен Баңалде қана оларға 9 құйрықтың чакрасын бөліскенсің. Жарайды, Неджи. Бәрің мені тыңдаңдар. Менде бір жоспар бар. Мен бәріңнен 9 құйрықтың чакрасын... Не дейсің? Не айтып жатсың? Қаттырақ айтшы. Онда бірдеңке дұрыс емес. Бұл анимен өзі қалай орнатқан? Иә, солай жасаймыз. Мен сіздерге құйрықтың чакрасын қосамын. Сөйтіп бірден шабуылдаймыз. Міне керемет. Енді нағыз ыстықты сезініп тұрмын. Біз енді жеңетін боламыз. Джуби қайда кетті? Сен бір күн бойы сөйлеп тұрғанда, мен Джубиді жұтып алдым. Алдымен мен саған өз балалық шағымды айтып берейін, бәрі мені қалай жек көргенінде. Братан, кешір. Мен сені әлі де естімей тұрмын. Менің 10 құйрықтыға айналатын трансформациям бар. Мен Тенчурикимін.